Армысыздар, эфирде сұхбат бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан. Еліміз егемендік алған шақтан бастап жастардың біліміне, жастар саясатына басымдылық берілді. Ол мемлекеттің басым бағыт ретінде белгіленді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұрақты қамқорлығының арқасында жастардың дамуы мен әлеуетін жүзеге асыруына берік негіз қаланды. Тәуелсіздік алған жылдары білім саласының деңгейі қандай болды? Бүгінгі күні білімді саналы жастарды тәрбиелеуде неге көңіл бөлу керек? Бүгін біз осы мәселе төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Біздің студиямыздың қонағы Гүлтас Құрманбай, Назарбаев университетінің рухани жаңғыру мәдени орталығының директоры, профессор, педагогика ғылымдарының докторы. Гүлтас Сайынқызы, қош келдіңіз. Рахмет. Енді ең алдымен өзіңізді осы мерейлі мерекемен құттықтаймын, және де уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге де алғыс білдірем. Жоғарыда атап өткенімдей, тәуелсіздік алған жылдары еліміздегі білім деңгейі несімен ерекшеленді. Жалпы білім саласының дамуына өзіңіздің сүбелі үлес қосқаныңызды біз жақсы білеміз. Бүгінгі таңда бірнеше оқулықтар жаздыңыз, жүздеген ғылыми еңбектердің авторысыз. Осыған қатысты сондықтан да өз ойыңызбен бөліссеңіз. Рахмет, Ернар. Жалпы тәуелсіздік деген бұл үлкен ұғым. Бұл бір біздің елімізге Тәңірдің берген сыйы сияқты. Сонда осы тәуелсіздігімізге 30 жыл ғана болды. 30 жыл бұрын тәуелді болдық. Кімге тәуелді болдық? Неге тәуелді болдық? Өз еркіндігі болмады. Өз астанасын салып алу түгілі, өзі бір завод аша алмады. Көпір де сала алмады. Барлығын басқа біреулер шешіп беретін болды. Яғни бұны терең ұғынатын болса, одан ары қарай кететін болса, бұл тәуелсіздік біздің ата-бабаларымыздың мәңгілік арманы болып келді. Мәңгілік көз жасы болып келді. Осы жолда, осы ұлан-байтақ жерді сақтауда, елді сақтауда ата-бабаларымыз қандай қиындықтарды, қандай азапты басынан өткізді. Біз сол тәуелді заманның ұрпағымын мен өзім. Сондықтан бірақ соншама санамызға сіңіріп жіберген сондай, біз оны аңғармадық та. Біз неге Қазақстан тарихын, бір қылдай ғана Қазақстан тарихын оқимыз. Онда бүкіл ата-бабаларымыздың бәрі, батырлардың бәрі, қандардың бәрі бір ақымақ сияқты көрсетіп бізге. Сөйтті. Қазақ әдебиетінен жаттанды, сол коммунистік партияларға қатысты шығармаларды ғана оқыдық. Яғни жанымыз қалайтын керемет дүниелерді оқытпадық. Міне біздің санамызды сол кезде солай тәрбиеледі. Яғни ұрпақ кемдікті көрді. Ұрпақ сол заманның ұрпағы шын мәнінде өзінің ұлттық құндылығын не екен ажырата алмайтын, Шыңғыс Айтматовтың тілімен айтқанда мәңгүрттік деңгейде болды. Бірақ жаңа Тәңірдің берген сыйы дейміз ғой, 1991 жылы тәуелсіздігімізді алғанда аға буын біздер жыладық. Өйткені шын ба бұл деп сондай сезімде болдық. Сонымен тіптім кейбір біздің ағайындарымыз ғой өзіміздің тәуелсіздіктің бағасын бағалай алмай жатты. Өйткені ол бір барлық дүние бір революциямен, бұрынғы тарихта бір соғыспен сөйтіп келетін еді ғой. Мына өзі қалай келді деген бір ойға келді. Бірақ бұл сол анау 86 жылғы желтоқсан оқиғасындағы жастардың ниетімен келді. Бұл сол армандардың өлмегені, ұрпақтың бойында қалғанымен келді. Сондықтан өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Тәуелсіздік алған жылдары мен Ыбырай Алтынсарин атындағы қазіргі ұлттық білім академиясында қызмет жасайтын, ол кезде институт болатын. Содан сол кездегі біздің министріміз Шаяхметов, сол академияның ол кезде институт директоры Немеребай Нұрахметов деген кісілер
кісілер болды. Шын мәнде ұлтжанды кісілер болды. Сол кездегі біздің ұстаздарымыз, мысалы үшін менің ұстазым Әнеш Дайырова деген кісі болды. Ол кісі Мұхтар Әуезовтің шәкірті. Көрдіңіз бе? Олар Алаштың қайғысын көрген адамдар. Университеттегі ұстаздарымыз да, мысалы үшін, сол Тұрсынбек Әкішев, Зейнолла Қабдолов, ол кісілер де Алаш арыстарынан көрген адамдар. Сондықтан олар біздің жаңағы, біз ол кезде жаспыз, сонда біздің санамызға біз басқа білім мазмұнын құрамыз. Біз тәуелсіз елдің, тәуелсіз жастарына, тәуелсіз балаларына берілетін білім мазмұнын құруымыз керек деген тапсырма берді. Сол кезде жаңадан білім мазмұны, білім стандарты, ұлттық білім стандарты және білім тұжырымдамасы, барлық жаңа буын оқулықтарының жаңа бағдарламалары, оқулықтар жазылды. Сол кезде әлгі Ыбырай Алтынсариннің айтатыны сияқты біз әлгі қойға шапқан қасқырдай бар ынтамызбен сол жұмысқа араластық. Және шын мәнде бұрынғы дүниелерді, әрине оны да біздің арыстарымыз жазды ғой, бірақ ол кеңес дәуіріне икемделіп жазылғанды, оның бәрін алып тастадық. Біз нағыз ұлттық құндылықтарды беретін. Мен өзім әдебиет пәнінің маманымын, сол қазақ әдебиетінен білім стандартын, оқулықтарды жазуға кірістім. Ұстаздарымның арқасында әрине. Сонда сол білім мазмұнын солай өзгерттік. Сонымен жаңа буын оқулықтары шықты. Ол оқулықтарды мектепте, ата-аналар да өте жақсы қабылдады, өте жақсы қабылдады. Сондай болды басында. Тамаша. Гүлтас апай, енді сол кездері кіл мықтылармен қосылып, жаңа өзіңіз айтпақсы, ерекше бір жігермен, ықыласпен дайындалған оқу бағдарламаларын ұсындыңыздар. Бүгінгі таңда онымен қаншама жас буын, жастар былайша айтқан кезде білім нәрімен сусындады. Дегенмен де арада 30 жыл өтті. Бүгінгі таңда білім мәселесіне қатысты пікіріңіз қандай? Қазіргі оқу тұжырымдамаларына көңіліңіз тола ма? Жалпы былай ғой, Ернар, заман өзгерген сайын сұраныс та өзгереді. Өйткені білім мазмұны бір орында тұрып қалмайтын динамикалы дүние. Сондықтан да білім ғылымның қажеттілігі бұрынғыдан да керемет басымдылық болды. Өзіңіз білесіз, сол тәуелсіздігімізді алған 93 жылдарда елбасымыз болашақ бағдарламасымен бүкіл мықты университеттерге біздің жастарды жіберді. Сол кездегі ол кісі өте жақсы түсінді. Инвестиция білімге салыну керек, яғни жастарға берілу керек. Сөйтіп біздің шетелге шығып кеткен жастарымыз шынымен де білім мен мәдениеттің көкжиегін көріп, бір үлкен деңгейге жетті. Ал ол көрген ұрпақ өзінің еліндегі жағдайға енді басқаша қарайтын болды. Сондықтан да сол батыстың мықты жаңа Кембридж сияқты, Оксфорд сияқты білім ордаларын көргенде, неге біз оқулықты солай жасамаймыз деп жаңалықтар енгізді. Ол жаңалықтарды енді мен тұтасымен дұрыс емес деп айта алмаймын, себебі ол жақсы ниетпен жасалды. Бірақ асығыстау болды ма деп ойлаймын. Себебі бірінші ірге тасы мықты болу керек қой. Ірге тасы мықты болу керек, соның үстіне орнату керек. Яғни біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек. Өзіміздің кім екенімізді балаға білгізіп алуымыз керек. Содан кейін мына басқа әлемдегі жақсылықтарды, басқа әлемдегі дүниені көрсетіп білуіміз керек. Ал бізде бірденен сол басқа форматқа көшіп кетудің салдарынан кішкене ата-аналардың, балалардың көңілі толмайтындай жағдайы болды. Мен бірақ ойлаймын, бұл да өтпелі дүние. Адам салыстыру керек, салғастыру керек. Сондықтан кейін жақсы оқулықтар шығады деп ойлаймын әлі. Тамаша. Енді Гүлдас Айыңқызы, жаңа өз пікіріңізбен толығымен келсем, демек батыстан келетін дүниелердің бәрі ұлттық сүзгіден өту керек, былайша айтқан кезде. Дұрыс айтасыз. Енді өзіңіз осы ретте қояр сұрағым, Назарбаев университетінің профессорысыз. Былайша айтқан кезде енді еліміздің ең мықты студенттер, ең мықты жастар оқитын жоғары оқу орнында сабақ бересіз. Батыс жаққа қарай енді шыны керек, көбіне бой түзеп, сол жаққа еліктейтін жастарға ұлттық құндылықтарды өзіңіз қалайша насихаттап
жасап жүрсіз? Әрине, Ернар, ол жалпы Назарбаев университеті, ол осы тәуелсіздіктің төл тумасы деп есептеймін. Тәуелсіздігіміз болмаса, біз ондай университетті аша алмас еді. Елбасының идеясы бұлда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының идеясы. Менің елімде осындай университет болу керек. Оксфордтай, не болмаса Кембридждей, не болмаса басқа университеттегідей университет болу керек деп, сол арманнан туды. Оға дейін өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің бакалаврда балалар шетелден алып отырды. А бакалавр деген не? Бакалавр деген мектепті бітіре салып, бала шетке шығып кетеді. Көрдіңіз ба? Ол шетке шығып кеткеннен кейін, бірден басқа ортаға түскеннен кейін, оның әлемі өзгереді, дүние танымы өзгереді. Тіптім апырай өзінің бүкіл еліндегі құндылықтарды жоққа санау мүмкін. Бала ғой енді, ол әлі тым жетілмеген. Сондықтан да Назарбаевтың елбасымыздың айтқан сөзі бар. Сендер деді, алғашқы 2010 жылғы 7 желтоқсанда ол кісі біздің университетке келіп, сонда балаларға айтты. Балалар, енді бакалавр тоқтады. Тек шетелде магистрлік және PhD бағдарламасымен ғана оқиды. Ал бакалаврда осындай елдегі университетте сіздер үшін әлемнің ең мықты профессорларын осында алғызамыз. Осында оқисыңдар. Сендер өз туған жерлеріңде жүресіңдер. Туған жерлерің ауасын жұтасыңдар. Өз бауырларыңмен, ата-аналарыңмен, туыстарыңмен бірге боласыңдар. Сондықтан да өзінің несінде алаңында ойнаған футболшылар да сенімді болады ғой өзіне. Көмектеседі ғой алаңы дейді. Сол сияқты сендерге осы туған жердің табиғаты, болмысы, мемлекеттік рухы бойларында болады деп. Ол рас солай болды. Әрине өзіңіз айтып отырғандай, біздің университетке оқуға түсетін балалар, шынын айту керек, өте талантты балалар. Олар бірінші сыныптан бастап оқу деп, ата-анасы да өздері де соған басымдылық берген. Сөйтіп оқуға түскен балаларға жаңағы шетелдік білім 95-99% шетелдік білімбе ағылшын тілінде өтіп жатыр сабақ. Ал қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндері қазақ тілінде өтеді. Қазақстан тарихының бір бөлігі қазақ тілінде өтеді. Сонда біздің мақсатымыз жай дәстүрлі университеттегі қазақ тілімен, қазақ әдебиетінен, Қазақстан тарихынан сол пәндерден сабақ беретін ұстаздардан гөрі кішкене жүгіміз ауырлау сияқты. Өйткені дәстүрлі университеттерде барлық пәнді олар қазақ тілінде не орыс тілінде алады, осы елдің менталитетімен ғұмыр кешеді. Ал біздің балалар мысалы үшін қай тілді көп оқысаң, соның мәдениеті бойыңа сіңеді. Сондықтан жаңағы бүкіл олар экономика болсын, антропология болсын, жаңағы инженерия болсын, медицина болсын, бәрін ағылшын тілінде алып жатыр. Сондықтан ол балалардың соған бейімделу, икемделу көп. Сол себепті біз күшті осы қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихына саламыз. Өйткені елін сүйетін ұрпақ болмаса, ол қанша жерден білім алса да еліне адал қызмет атқара алмайды. Ең бірінші оның жүрегі өз елін сүю керек. Сол жүрек тәрбиесін береміз деп ойлаймыз осы елге деген. Және осы Астана, Нұрсұлтан қаласындағы өтіп жатқан ұлттық іс-шаралардың бәріне біз студенттерімізді апаруға тырысамыз. Өйткені ол соны көру керек, сол үшін мақтану керек. Мысал үшін опера балет театрындағы бүкіл өнерді, Қуанышбаев атындағы бүкіл театрдың, жастар театрын, яғни соны көргенде баланың жүрегіне бір өнер арқылы біз сондай құндылықтарды енгіземіз деп ойлаймын. Өз басым Абай әлемі деген курстан сабақ берем. Яғни Абай деген мұхитты балаға әрине оны 3 айдың ішінде меңгерту мүмкін емес, бірақ соның аса қымбат екен, Абай деген дарияның, Абай деген даналықтың дариясы екен, оны ол мәңгілік қайда жүрсе де, қай сапарда жүрсе де жанында ұстап жүру керек екен, баланың санасына беруге тырысамын.
Тамаша Гүлтас Сайынқызы, енді осы тұрғыда сіздің миссияңыз орасан. Жаңа айтқаныңыз шынымен де өте орынды. Шыны керек, заман көз ілеспес жылдамдықпен күн санап дамып келе жатыр. Осыған орай жалпы сіз мына ұлттық құндылықтарды насихаттаудағы жұмысыңызбен бөлістіңіз, е? Енді бүгінгі таңда біздің көрермендеріміз жастарға да қандай кеңес беретін едіңіз? 30 жылда біздегі нәтижелер біршама, енді алдағы 30 жылда біз қай жаққа қарай, бағытымыз қай жақ болу керек, қай жаққа қарай бой түзеуіміз керек деген сияқты. Осы жерде кеңесіңізбен бөліссеңіз. Өте дұрыс. Жалпы жастар деген ол мысалы үшін орманда биік шынар болып өсіп кеткен ағаштар да әдемі шығар, бірақ жас ағаштар әдемі көрінеді ғой. Оның жапырағы да, оның гүлі де, барлығы, оның жемісі де, сол сияқты мемлекетте де дәл солай. Жастарға сенім өте үлкен. Осы жастарға біздің басшыларымыз да, елбасымыз да, қазіргі президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та жастарға сенімі өте үлкен. Өйткені жастардың бойында абай айтпақшы, ақыл да бар, қайрат та бар, жүрек те бар. Қайрат деген ол намыс. Яғни үлкен адам қаншама қайраттанайын десе де, Алла тағала оның қайрат күшін азайтып қояды. Ал жастарға біз сенуіміз керек. Бұл бағдарлама жалпы сол алаш қайраткерлерінен бері келе жатқан дүние. Сол Әлихан Бөкейханов, сол Ахмет Байтұрсынов, Мағжанның "Мен жастарға сенемін" деген өлеңі, сол Абайдың "Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат" деген. Яғни солардың бәрін бір саралап қарасаңыз, бір бағдарламасы жасалған дүние сияқты. Егер қазір енді тәуелсіздік деген 30 жыл, жас ұрпақ, қазір 30 жастағы жас ұрпақ тәуелсіз санамен өмір сүріп келе жатыр. Олар білмейді. Халықтың бұрын тәуелді болған, қиналған, өмір бойы осылай болған сияқты, өмір бойы Қазақстан әлемге ашық сияқты, өмір бойы баратын жеріне барады. Жоқ, олай емес. Оған 30-ақ жыл болды. 30 жыл деген уақыт адамзаттың уақытысымен ол кішкентай ғана дүние болуы мүмкін. Ал біз үшін, қазақ елі үшін 30 жыл үлкен биік асу болды. Яғни 30 жылда 1000 жылдағы арман орындалды. 30 жылда қаншама ғасыр бойы бекітілмеген шекарамыз анықталып бекітілді. Бұл мемлекет Қазақстан әлемге өзін таныта білді. Неше түрлі осы саммиттерді өткізу, олимпиадаларды, мысалы қысқа олимпиадалар өтті 11-ші жылдары, экспоның осының бәрі жайдан жай жанталасып, мысалы үшін көшбасшыларымыз осыған әлгі ақша шығару үшін істеп жатқан жоқ. Бұл ұлттық намысты ояту үшін, жастардың мемлекетіне сенімін ояту үшін жасалып жатқан дүниелер. Сондықтан да жастарға міне қазір Назарбаев университеті болсын, басқа университеттер болсын, керемет жағдайлар жасалып жатыр. Керемет жағдайлар. Оларға шығарылған шығын аз емес мемлекет тарапынан. Ол халықтың ақшасына оқып жатыр. Енді бұл жастар халыққа соны қайтару керек, қызмет жасау керек. Ол магистрлік PhD бағдарламасын басқа жақтан алар. Басқа жақтың дамыған елдердің, әрине, дамыған елдердің тұрмысы да жақсы болар, дамыған елдердің мәдениеті де жақсы болар бізбен гөрі салыстырғанда. Бірақ оның жүрегінде парыз деген нәрсе, қарыз деген нәрсе тұру керек. Оған осы дәрежеге жеткізген кім? Соны санасында ұстау керек те, сол алған білімін, сол алған жетістігімен еліне, туған жеріне қызмет ету керек. Мен жастарға айтар едім, аманатқа адал болыңдар. Яғни қарапайым нәрсе, алған нәрсеңді қайтару керек деп. Тамаша, әдемі сұхбатыңызға алғысымызды білдіреміз. Осындай тамаша кеңестеріңізге өз атымнан алғыс білдірем. Шыны керек, ертеңгі еліміздің болашағы бүгінгі жастарымыздың қолында. Сондықтан да өзіңіз сияқты ұстаздарымыз барында, жол сілтеушілеріміз барында біздің жастардың болашағынан үмітіміз зор. Ал біз өкінішке қарай эфиріміздің уақыты шектеулі болғандықтан кейін құттықтау керек еді. Осы сәтті пайдалана отырып, тәуелсіздік мерекесіне орай құттықтау сөзімізді көрермендерімізге арнайық. Сонымен сұхбатымызды аяқтайтын боламыз. Рахмет, Ернат. Қымбатты Қазақстан
халқы, қымбатты жастар, жастардың ата-аналары, баршаңызды қасиетті күн 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Шын мәнінде бұл бізге әрине мәңгілік берген гарант емес, бұл тәуелсіздіктің тұғырын мықтау, тәуелсіздігімізді мәңгілік ету, мәңгілік қазақ елі болу біздің арманымыз. Оған жету үшін біз бәріміз елге адал қызмет жасайық. Елімізді жанымыздан артық сүйейік. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Бәрекелді, рахмет. Қымбатты көрермендер, ал осымен біздің эфирімізде тәмам. Нұрлы аспанда көк жалауымыз желбіреп, тәуелсіздігіміз мәңгілік болғай дейміз. Келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.